Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Ардан Айтин каналы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бүгін сіздермен осындай ботинка тоқып үйренетін боламыз. Бұл ботинканы мен YouTube желісінен алып тоқыдым. Авторы Анастасия Королева авторский методпен тоқыған екен. Өзінің ол кісі мынандай подошвасын бәрін тоқыған. Ал мен осындай дайын подошваға тоқыдым. Өйткені балаларға кигенге аяқтан су өткізбейді подошвадан. 13 сантиметрге тоқыған ол кісі тура осы ботинканы. Менің табаным 14 сантиметр шығып тұр. Былайынан өлшеген кезде. Ал отверстиесінен өлшесек 13 сантиметр. Ал енді бұл ботинканы біз тоқу үшін бізге керекті заттар. Крючок, менде номер 2. Крючок менде осындай болып қалды. Қайшы, менің жағдайымда дайын табан. Табанды өздеріңіз тоқып алсаңыздар да болады. Екі қабатты қылып. Сосын жіп, менде ярнар джинс жібі осындай екі түрлі түстен тоқимын. Міне, ярнар джинс 50 грамда 160 метр. 55% хлопок, 45% полиакрил. Осындай жіп. Производство Турцияның жібі. Мына жерде барлық ақпарат жазылады. Қандай крючокпен, қандай спицмен тоқылу керектігі. Міне барлығы керек заттар осы. Ал ендеше бастайық. Ең бірінші былайынан обвязка жасап аламыз табанымызды. Одан кейін 4 қатар көтереміз. Алдын тоқимыз тілімен бірге. Одан кейін артын тоқитын боламыз. Аса қатты қиын емес. Әп-әдемі сүйкімді осындай ботинка шығады. Мына жақтарында қысқартулар болады. Ал енді бастайық. Міне мынау біздің табанымыз, мынау жерге қарайтын жағы, міне. Осыны өзімізге қаратып, мына бұрышынан бастасақ болады, міне. Крючокты өткіземіз. Менде мынандай отверстиеден 31. Маған барлығы 88 воздушный петля болғаны керек, мынандай кругпен айналдырған кезде. Әр петля 88 болып шығу керек. Сол үшін мен өзім есептеп өлшеп алдым. 5 отверстияға 2-ден тоқу керек та, ал қалғандардың бәріне 3-3-тен тоқып шығатын боламыз. Обвязкасын. Осылайынан крючокты өткізіп аламыз. Жұмыс жібімізді шығарамыз. Аяқтан шығып кетпесін. Жұмыс жібіңіз бір рет ілеміз. 1. Тағы да осы тесікке крючокты өткізіп, қайттан жұмыс жібімізді тартып шығарамыз. 2. Мына жерге 2 қалдырдым. Аяқтайтын кезде тағы біреу тоқып, 3 оқып қалдырам. Келесіне тағы да 3, 1, 2, 3. Бір жіптері ілінбей қалмасын. Келесіге тағы да 3, 1, 2, 3. Bir, 2, 3. 1, 2, 3. Міне мына жердегі екеуге екеуден тоқимын.
1 2 1 2 міне осылайынан айналдырып мына жағына дейін тоқып келеміз. 5 тесікке, мынандай 5 отверстияға екеуден тоқимыз, қалғанның барлығына үшеуден тоқып шығамыз. Сонда бізде барлығы міне мынандай беріледі ғой бізде петлялар. Барлығы 88 болып шығу керек. Міне мына петлялар 88 болу керек. Сіз өзіңіздің табаныңызға солайынан жасап алсаңыздар болады. Қалғандарына 1 2 3 мына жақ бетіне келген кезде мен 2 отверстияға емес, үшеуіне екеулік тоқимын. Ал қалған жердің барлығына үшеуден айналдырып тоқып шығатын боламын. Міне бағана бастаған жеріме келдім. Бұл жерге тағы да бір столбик без накида тоқимыз осылайынан. И мына жерге соединительный жасаймыз. Бірінші петляға. Міне біз айналдырып тоқып шықтық. Осындай болды. Енді мындай бортигін тоқитын боламыз. 4 қатар 88 столбик без накида болу керек. Былайынан айналдыра тоқыған кезде. Енді соединительный жасадық. Одан кейін бір воздушный. Енді мына жерде қарасаңыздар, екі не болып тұр, алдыңғы жағы, артқы жағы петля өрім болып тұр. Осының мына жақ үш жақ бетін аламыз ғой, міне біреуінен ғана тоқимыз осылайынан. 1 столбик без накида. 2 3 бірінші қатарды санап алыңыздар, 88 шығу керек. 4 мына жақ беті осылайынан қалады. Қарасаңыздар, мына жақ қол жақтағымызды жіпті алып тоқимыз. Бұлайынан екеуінен бірдей емес, тек қана бір-ақ жағынан, бір ғана петлядан осылайынан іліп алып, айналдырып мына жерге келгенге дейін осылайынан айналдырып шығамыз. 88 столбик без накида болу керек. Міне аяғына дейін тоқыдым. Менде 88 столбик без накида шықты. Бірінші петляға соединительный жасаймыз осылайынан. Бір воздушный петля көтеріп, тағы да осылайынан 3 қатар көтеріп шығамыз. Ендігі келесі қатарларда екеуінен бірдей ала беретін боламыз. 1 2 осылайынан. Әр петляға бір столбик без накида. Барлығы бізде 4 қатар болу керек. Мынау бізде бірінші қатар тоқылды. Енді ары қарай 3 қатар тоқимыз. Сосын жібімізді кесіп алып тастайтын боламыз. Мынау 4 қатарды тоқып шығамыз қазір. Әр петляға бір столбик без накида. Әр қатардың аяғында 88 столбик без накида болу керек, айналдыра тоқыған кезінде. Міне 4 қатар тоқыдым. Соңғысын соединительный жасаймын жерге. Бір петля воздушный көтеріп, жібімді сәл тартыңқырап, жіпті қиып тастаймын. Міне шетін тоқып алдық, бортигін 4 қатарынан. Жіпті қиып, жіпті тоқыманың арасына жасырып тастайсыздар. Енді тура алдыңғы жағы мына жерінен бастап тоқитын боламыз. Тура ортасын тауып алуымыз керек өзімізге.
примерно өзіңіз көз мөлшермен тауып аласыз да. Мына жерден мына жерге дейін 8 тоқуымыз керек. 8 столбик без накида. Мына жерменде орта болса 1, 2, 3. Мына жерден бастаймын. Былай мен қазір екеуінен бірдей өткізіп тұрмын ғой. Міне крючокты былайынан тоқымаймыз, тек қана мынау біреуінен ғана тоқимыз. Осылайынан крючокты өткізіп аламыз. Жібіміз тартып шығарып, бір воздушный петля жасаймыз. Мынау қысқа жіп арасына тоқылып кететін болады. Тура осы жерге, жаңағы воздушный алған жерге столбик без накида тоқимыз. 1, келесі 2, 3, 4, бір ғана петлядан тоқимыз. 5, 5-ші, 6, 7, 8. 8 столбик без накида тоқып алғаннан кейін қарайсыздар. Тура ортасы ма, или шетіне шығып кетті ма? Көріп алдыңыз. Енді 2 соединительный жасаймыз. Тағы да сол бір петлядан ғана. Міне. 1 соединительный. Одан кейін тағы да бір соединительный. 2 соединительный жасап болғаннан кейін жұмысымызды кері бұрып, міне крючоктан кейінгі екінші петляға столбик без накида. Бұл қатарда, бұл екінші қатар болып саналады. Екінші қатарда 9 столбик без накида тоқылу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тағы да 2 соединительный жасаймыз. Тағы да бір ғана міне петлядан аламын. 1 соединительный, 2 соединительный. Қайтадан жұмысымызды кері айналдырып, міне мынау петляға крючоктан кейін 1, екінші петляға столбик без накида. Бұл қатарда, үшінші қатарда бізде 10 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне соңғы петля. 10 тоқылды. 2 соединительный қайтадан. 1, 2. Жұмысымызды кері айналдырып, крючоктан кейінгі екінші петляға столбик без накида. Бұл қатарда бізде 11 столбик. Әр қатарда 1 столбик без накида қосылып отырады. Әр қатарда аяқтаған кезде 2 соединительный жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 столбиктен кейін қайтадан 2 соединительный. 1, 2. Қайтадан жұмысымыз кері айналдырып, осылайынан біз мына жерде 24 петля болғанша тоқып шығатын боламыз.
әр петляны аяқтаған сайын екі соединительный жасаймыз. Міне қарасаңыздар, міне мынау 2 петля ғой. Соның мен біреуінен ғана тоқып отырмын. Екіншісі мына жақта қалып отыр. Ол бізге керек болады мынандай вязка жасаған кезде. Қазір менде 11 столбик без накида, осы 24 болғанға дейін осылайдан тоқып шығатын боламыз. Мен 17 қатар тоқыдым. Мына жақ бетіне келіп тоқтадым. Менде қатарда 24 столбик без накида. Қайтадан 2 соединительный жасаймыз. Точно ылғи да бір ғана петлядан алып отыратын боламыз. 1 соединительный и 2 соединительный. Енді бұл қатарда прибавка жасамаймыз. Осы 24-ті тоқуымыз керек. Сол үшін біз екінші крючоктан кейін екінші емес, мынаған емес, үшіншісіне тоқимыз. Не? Үшінші петляға аламыз. Столбик без накида. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мына жағына дейін 24 тоқимыз. 22, міне 23 и 24. Соңғы петляға 2 соединительный жасаймыз. 1, 2. Жұмысымызды кері айналдырамыз. Бұл қатарда да, бұл бізде 19 қатар басталатын. Тоже 24 столбик без накида тоқимыз. Крючоктан кейін бірінші, екінші емес, үшіншісіне тоқимыз. Міне. Крючокты өткіздік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. 24 столбик без накида жасадық. 24 столбик без накидадан кейін қайтадан 2 соединительный жасаймыз. 1, 2. Бұл бізде 20 қатар басталады. Бұл қатарда біз прибавка жасаймыз. 24 емес, бұл қатарда бізде 25 столбик без накида болу керек. Сол үшін крючоктан кейін міне тұрған екінші петляға тоқитын боламыз. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, аяғына дейін, мына жерге дейін бізде 25 столбик без накида болу керек. 23, 24, 25. Қайтадан 2 соединительный, бір ғана петлядан алып, міне 1, 2. Жұмысымызды кері айналдырамыз. Бұл қатардан бастап біз енді ботинкамыздың тілшегін тоқимыз. Бұл бізде 22 қатар, то есть 21 қатар, 26 столбик без накида болу керек. Сол үшін де біз екінші петлядан бастап тоқимыз. Прибавка жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 последний петляға. Енді бұлда біз 2 соединительный жасамаймыз. Біз уже тілшегін тоқитын болғандықтан, мынау бірінші, мына жердегі соңғы соединительный бар ғой жасаған. Міне, қарасаңыздар, өз көрініп тұр. Осы жерге 1 соединительный жасаймыз, болды. Ары қарай 1 воздушный петля көтереміз. Міне 1. Жұмысымызды кері айналдырып, 26 столбик без накида мына жаққа дейін тоқып шығатын боламыз. 1 воздушный көтердік. Ары қарай, міне 1,
2, 3, 4. Мына жаққа дейін 26 столбик без накида тоқуымыз керек. 24, 25, 26. Біз мына жаққа қарай соединительный жасамаймыз енді. Ешқандай воздушный көтерместен жұмысымызды кері айналдырып, бұл қатарда бізде убавка болады. 24 столбик без накида тоқуымыз керек. Сол үшін біріншісін, бірінші тұрған петляны тастаймыз, екіншісіне тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Енді осы жерде қараңыздар, мына жерде бір петляны тастаймыз. Мына соңғысына 24 тоқимыз. Келесі қатар 22 столбик без накида, ешқандай воздушный петлясыз. Жұмысымыз кері айналдырып, бірінші петляны тастаймыз, екіншісіне тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Неге 21? Ортада бір петляны тастаймыз, ең соңғысына 22. Қайтадан ешқандай воздушныйсыз жұмысымыз кері айналдырып, бұл қатарда бізде 20 столбик без накида болу керек. Бұл бізде 25 қатар. Тоже бірінші петляны тастаймыз, екіншісінен бастап міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Дан кейін бір петляны тастап, ең соңғысына 20. Қайтадан ешқандай воздушныйсыз, тағы да бір қатар 20 столбик без накида тоқып шығамыз. Бұл жол убавка болмайды, сол себептен міне мынау бірінші петляға міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Бұл бізде 26 қатар міне. Былайынан санасақ болады. Міне бірінші біреу, міне. Одан кейін екеуден полоскалар тұр ғой. Бір полоска, бұл екеуден болып саналады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-міз бізде 24, аяқта біреумен 25, 26 қатар тоқып аяқтадық. Енді 27 қатарда бір воздушный петля көтереміз. Жұмысымызды кері айналдырып, аяғына дейін 20 столбик без накида тоқимыз. Біреу, екеу, міне осылайынан әр петляға біреуден. Міне соңғы петля 20. Қайтадан бір воздушный петля көтеріп, жұмысымызды кері айналдырамыз. Бұл бізде 28 қатар, тағы да 20 столбик с накидом. Осылайынан енді бізде әр қатарға өткен сайын бір воздушный көтеріп, әр қатарда 20 столбик без накида 35 қатарға дейін осылай тоқитын боламыз. Мына жақтан санағанда, мына жерден бастап санағанда полностью 35 қатарға дейін осылай тоқып шығамыз. Қазір біз 27 қатар тоқып аяқтадық. Енді 8 қатар осылайынан 20 столбик без накида әр қатарды бастаған кезде бір воздушный петлямен тоқып шығатын боламыз. 8 қатар тоқимыз енді. Мына жақтан алдынан бастап санағанда бізде барлығы 35 қатар болу керек. Міне, осылайынан тоқып алдым. Енді
Келесіде бізде убавка болады. Ешқандай воздушныйсыз жұмысымызды кері айналдырып 36-шы қатарда бізде 18 столбик без накида болу керек. Сол себепті бірінші петляны қалдырамыз. Екінші петляға столбик без накида. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Бір петляны тастап, ең соңғысына 18 тоқимыз. Қайтадан жұмысымызды кері айналдырып, ешқандай воздушный петлясыз біріншісін тастаймыз, екіншісіне. Бұл қатарда бізде 16 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Яқта біреуін тастаймыз, соңғысына 16. Қайтадан ешқандай воздушныйсыз жұмысымыз кері айналдырып, бұл қатарда бізде 14 столбик без накида болу керек. Сол себепті біреуін тастаймыз, екіншісіне тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Міне біреуін тастаймыз, соңғысына 14. Осымен біздің алдыңғы қатары тілшегі дайын. Бір воздушный көтеріп, жібімізді қиып тастаймыз. Жіпті тоқыманың арасына жасырып тастаймыз. Алдыңғы қатары тілшегі бізде дайын. Ендігі кезекте арты ғана қалды. Бауын тоқитын боламыз. Артын, бауын, обвязкасын сіздерге екінші бөлімде көрсететін боламын. Екінші бөлімінде кездескенше.